Құрметті достар, Шығыс Қазақстан өнер музейі сіздерді ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған жалпы ұлттық акцияға орай ұйымдастырылған ғасырларды тоғыстырған даналық көрмесінің ашылуына және Абай бабамыз бейнеленген екі суретті сипаттау челленджіне қатысуға шақырады. Құрметті музей қызметкерлері, біздің ұлы Абай атамыздың 175 жылдығына орай осы жылы мен осы уақытында Абай атамызға арнап өткізем ба деген алға мақсат қойдым. Осы уақытта онда қалай осы музейлерді, осы театрларды Абай атамыздың нелерін, туындыларын тамашалап, көріп, оны насихаттап және де оны челлендж арқылы таратуға бел будым. Сол себепті мына біздің мен айтайын деген сіздерге Ержан Тұрғанбаев ағамыздың салғанының суреті, Абай атамыздың суреті өте маған қатты әсер берді, өте қатты ұнады. Неге десеңіздер, міне Абай атамыз әрқашанда қолы қаламнан үзілмеген, әрқашанда терең ойда жүрген адам, халқының қамын ойлап, елінің қамын ойлап, осы жастарға үлгі болсын деп, және де барлық қазақ халқына жаны ашып, соның бәрін тегіс ой елегінен өткізген кісі. Міне сол қазір сол Абай атамыздың қолында өзінің домбырасы ой үстінде тұр. Шыңғыстаудың баурайында өзінің жайлауы, міне ауылы кішігірім көлдің жағасында. Былайша айтсақ, өзіміздің таза дала кабинеті дейді ғой, дала кабинеті. Бауыржан Момышұлы атамыз бір өзі сұхбатында Франциядан келген азаматқа біздің елімізде кабинеттер бар деген, қандай кабинет? Ол дала кабинеті. Міне сол дала кабинеті. Мына жерде ойлауға болады, тауларға қарап, адамға ол жақсы не береді, ой береді, алдына қойылған мақсатын арманын ашарға қарай. Табиғат аясында тыныштық қырға отырып, домбырасын шертіп, мына көне замандағы суреттер көрсетілген осылар бар. Осының бәрі адамға әсер етеді, ойына, санатына. Соны мына біздің Ержан Тұрғанбаев ағамыз бейнелеп берген суретте. Өзіме келетін болсақ, мен 34-77 әскери бөлімінің тәрбие жөніндегі орынбасар полковник Бөлген Руслан Асқаровымын. Маған осы музей өте ұнайды. Осы музейде Абай атамыздың суреттері өте көп. Мына жерде осы Абай жолын жазған Мұхтар Әуезов атамыз жөнінде де жақсы суреттер бар. Сосын екінші ұнаған суреті туындысы. Қаражас ағамыздың суреті туындысы. Ол жерде табиғат емес, Абай атамыздың ішкі жан дүниесі бейнелеген. Душа человека дейді ғой. Міне қараңыздар, міне домбыраны келтірген. Қалам, қағаз, қолы жүрегінде, міне қолы миысты. Абай атамыз әрқашан айтатын болған. Ақылмен емес, жүрекпен тыңда, жүрекпен деп. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дегендей, міне қолын жүрегіне қойып, әрқашанда ой үстінде болған. Ақылмен, жүрегімен ойлап, соны қағазға сүрген, міне соны мына жерде бейнелеп бізге көрсетілген. Қарасаңыз, өте жақсы колоритталған, жақсы красканы, оның үстінде ойлары келтірген, сол замандағы ойлар көп шығымданбаған, бірақ енді мына ненің картинаның өте терең, маңызды несі бар, мәні бар десек болады. Сондықтан құрметті халқым, құрметті Өскемен қаласының Қазақстан Республикасының азаматтары, осындай жақсы челленджді жалғастай берейік. Абай атамыздың бүкіл еліне қалдырып кеткен байлығын, өнерін, мұрасының бәрін таратайық, ұялмайық, қысылмайық, әрқашанда Абай атамыздың туындыларымен бірге болайық. Алға! Здравствуйте, меня зовут Альбина, я из города Павлодара, учусь в 28-й школе. Я всегда увлекалась рисованием, и сегодня я решила посетить музей в Усть-Каменогорске. Мне удалось попасть на выставку, посвященную 175-летию Абая. И меня привлекает внимание вот эта картина, написанная Тургенбаевым. Здесь изображен Абай в Шпенстау, на своей родине. Эта картина написана с нотками реализма, она очень яркая и привлекает внимание. Ассаламу алейкум. Ішкі
іштер бөлімі Көкшетау техникалық институтының Өскемендегі оқу орталығының өрт сөндіру бөлімінің тыңдаушысы, есімім Сейсенханұлы Бейіл. Қазағымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Абай атамыздың «Өлсе өлер табиғат» атты өлеңін оқып беремін. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орынға сыймас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың иманы түгел деуге аузым бармас. Здравствуйте, меня зовут Александра Губайдуллина, я являюсь молодым художником. В этом году я участвовала в выставке «Творчество молодых». В этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого мыслителя Абая. Я участвую в челлендже, который посвящен Абаю. Здесь представлены две картины. Одна картина написана в более реалистическом стиле, другая картина написана в абстрактном стиле. Мне больше импонирует вот эта картина, первая, потому что она написана в стиле абстракционизм. Это достаточно современная работа. В этой картине много символизма. Здесь встречаются такие символы, как рука. Рука Абая на дамбе, с пером, на сердце и на голове. Это сделано не просто так. Я так думаю, что художник хотел вложить глубокий смысл в эту картину. Как любая абстрактная работа, она несет какой-то посыл. Первая рука у Абая лежит на дамбре. Вторая рука рядом с пером. Это означает, что он был великим поэтом. Третья рука на сердце. Это то, что Абай очень болел за свой народ и всегда стремился объединить. И последняя на голове. Абай являлся великим философом и мыслителем для своего народа. Эта картина написана в более реалистическом стиле. На этой картине Абай изображен в спокойной позе, умиротворенный, задумчивый. Он находится в любимых краях, на любимой земле. Здесь расположены пастбища, земли, где он провел свое детство. В этом году в Музее искусств будет проходить выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Абая. Это замечательная возможность для художников принять участие и прикоснуться к великому творчеству Абая. Қазақтың ұлы ақыны, өлеңдермен қазақ поэзиясында өшпес терең ой салған Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдай комитетінің Көкшетау техникалық институтының Өскемен қаласының оқу орталығының айтушысы Берікбол Танжарық. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтықтың жарасы, қазақтың даласы жасылдың ағасы, бар десем өзіндей адамның баласы, жылатайын, жырлайын ағызып, айтуға келгенде қалқаман сөз айын, жүректі қозғайын, әдеттен озбайын, өзі де білмейме көп сөйлеп созбайын. Мен музейге келіп отырмыз. Мен бірінші келіп тұрған жоқпын. Инстаграмдан музейдің Абайдың музейіне, Абайдың портреттеріне әкеліпті. Соны көрген мен өзім қауымдық өмірге құрылысшы болып істеймін. Содан бұл жерде енді мүлдем постоянно келген бұл жер Абайдың жері. Мұнда постоянно
тамаша салынған екен. Бұл жерде Абайдың суретінде Шыңғыстау жайлауы өте тамаша. Суретшілеріміз жақсы салған, бірақ кішкене Абайдың бет-әлпеті аздап келіңкіремейді еді. Тудағы салса өте жақсы болар еді өйтіп айтқаным себебі біз Абайды кішкентай кезімізде көріп өстік. Оның бет-әлпеті бәрі біздің көз алдымызда. Әмбе осыдан бірнеше жыл бұрын бір пойызда кетіп бара жатқанда бір жігіт кірді. Соны мен бетіне қарап күлген едім, олай не күлесің? Соны мен сен дәл Абай сияқтысың ғой дедім. Ол менің Абайдың ұрпақтарының бірі екен. Осы өскеменде тұрады екен. Осында заводта жұмыс істейді екен. Содан солардың бәріне қарап айтқаным сол мына жердегі суреттің Абайға кішкене келіңкіремей тұр. Әрбесі өте тамаша салынған сурет. Осыда енді бұл жердің мен өзім осы көркем суреттерді қастайын келіп көріп аралап кетіп жүрем. Бірталай жерлерді болдым, бәр жердің музейлерін қарап жүрем. Бұл жерде де біздің Өскеменде де өте үлкен музей бар екен, тамаша, келіп көріп қарап жүргенге мен қуаныштымын. Бізде де осындай Абайдың жері, біз Шығыс Қазақстан облысы Абайдың жері, осындай суретшілеріміз болып, жастардың қызығып, өзі салып жатқандарына мен өте қуаныштымын. Отец недавно победительницы конкурса молодых художников Антонины Федоровой, которая здесь участвовала, побеждала 2 года, она здесь активно выставляет свои картины, то есть часть картин в фонде Музея искусств, поэтому как бы немножко в курсе чего и как. Вот в рамках года Абая могу сказать, что обратило внимание мое именно вот эта интерпретация образа Абая, как, на мой взгляд, художник очень качественно смог передать и философский вид Абая, взгляд и писательский, и музыкальный. Интерпретация своеобразная, но, на мой взгляд, наиболее удачная, наиболее сильная, наиболее впечатляющая с этого фонда. Вот, хотя, конечно, тут многие сильные художники, которые от души писали великого философа Казанской степи, которые тоже много к чему обратить внимание. Ну, все давно. Сәлеметсіздер, менің есімім Әділхан Есімханов, облыстық Мен өлкем газетінің тілшісі. Биыл кемеңгер уақытымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аясында үлкен мерейлі шаралар қолға алынып келеді. Соның бірі біздің Өскемен қаласындағы өнер мұражайында. Яғни жерлес суретшіміз, мысалы көзіміз көріп тұрғандай, Ержан Тұрғанбаевтың мына бір картинасында біз Абай атамыздың өзінің кіндік қанаталған Шыңғыстау етегінде өмірге келіп, ел шарында, ел арасында болған шағындағы халқының бір толғанысын ба, мұң-мұқтажын ба, немесе бір халқының мақсатын осы бір домбырасын қолына алып бір дөңге шығып жеткізді деп айта аламыз. Себебі бұл Абай атаның өзіне қарасаңыздар киіз үй тұратын шағында ауылдың тіршілігі. Мысалға, Абай атамыз өзі байқасаңыз өрге шығып тұр, бұның өзі Абай атаның биіктігін көрсетеді. Яғни Абай атамыз қашан халқының мұқтаған, жоқтап тілекшісі болып жүрген осы уақытқа дейін. Ал мына картина соның бір куәсі, аспанды ашып, айналада құлпырып жақсы бір атмосфера дейміз бе, жақсы бір мезгіл орнаған шақ, яғни тым-тырыс тіршілік, ауылдың тіршілігі, қазан қайнап, ауылдың шаруасында қой бағып, өзінің тіршілігін жасап келеді. Ал бұл суретте біз Абай атамыздың бір халқының амандығын тілеп, жақсы бір көңіл күйде, өзінің бір жинақы, өзінің тұлға ретінде ұстап тұрған, көріп тұрған жайымыз бар.
Бұл суретте абай құнанбайұлының толғанып ой үстінде тұрғанын байқаймыз. Көз жүгіртсек бұл жерде малдас тұрып дөңгелек үстелде жайғасқан абайымыз, алдында ақ парағы, түп қаламы, домбыра, қазақтың бір ұлттық құндылығын дәріптеп тұрғандай. Бір қарасақ, бұдан бөлек абай атамыздың екі қолға бөлек тағы бір қолы жүрек тұсына қарай қойылған екен. Бұны да біз бір ерекше фактор ретінде де алуымызға болады. Себебі бұл кісінің суреттеріне, мысалы тарихи фотосуреттеріне көз жүгіртсек, абай атамыз көп жерлерде оң қолын жүрек тұсына қарай қойып түскен сәттері бар. Себебі бұның барлықта тегін емес, себебі абай атамыздың жаңағы халықтың игілігі үшін тек қана ұлтының қамын ойлағанын біз оның жазған әрбір қара сөздері болсын, мысалы туған философия ретінде алып қараймыз. Соның барлығын сайып келген кезде бұл бір абай атамыздың мына отырысы тегін отырысты көрсетпейді. Ой жинақы абай атамыз ірі тұлға, себебі бұл кісінің әрбір ой толғанысы бірден осы топ қаламынан параққа қарай түсіп отырған. Ал ол парақты біз күні бойы құрай тұрып оқып келеміз, көңілге тоқып келеміз. Оның барлығында саналы ұрпақтың тәрбиеленуіне, саналы ұрпақтың бір жақсы бір дүниелер мен тың дүниелер мен сусындығына жақсы бір себепкер сөзсіз. Осындай жаңағы картиналардың абай құнанбайұлының 175 жылдығы қарсаңында жаңағы салып жатқаны өте қуантарлық жайт. Сол себепте де осы семейлік суретшінің Ғаббас Қажасовтың бұл туындысын біз бір жақсы баға беріп, абай атамыздың 175 жылын тойлатудағы жақсы серпілістер қалыптаса болады. Абайдың өз өлеңі бар, жүректен келіп ойдалар, әсем ән мен тәтті күйлер. Яғни әнді жүректен қабылдау керек деген бағытта салынған картина деп білемін. Келесі картинамыз Орғанбаевтың картинасы. Бұл жерде абайдың кең далада, қазақтың кең даласын көрсете білген, табиғатын көрсете білген, дәстүрін көрсете білген киіз үйлерді қарап отырсақ, үлкен таудың үстінде яғни биіктен көрсете білген картина деп табуға болады. Ағамыздың салған картинасына. Жалпы бұл жерде табиғат, жалпы абай табиғатқа да, ғылымға да, ғылым саласында көптеген өздерінің шығармаларын арнаған деп білемін. Мен Нұрахметова Камила, нөмір 22 орта мектебінің 9 сынып оқушысы. Абай Құнанбайұлының 75 жылдық мерейтойының қарсаңында өнер музейі ұйымдастырған челленджге қатысуға келдім. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының үзінді 4-ші том эпилог. Әйгерім айтқан сөз бұл өңірде, бұл шаққа шейін Абай жөнінде әлі күнге қазақ баласы айтпаған сөз. Асыл жардың аузымен халық ұлы дәрмен Абайға халық атынан үн қатады. Несімен қымбат, қандай қадірлісі еді халықтың Абай. Оның тілімен зарлы, шерлі аналар жылап еді. Саналата, ойлы азамат ой таратып еді. Оның үні мен өрісі бар, үміті бар жас буын жамандықтан жиренген, жақсы күнді көксегенін таратып айтып еді. Сол үшін Абай өлген жоқ бүгін. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артынан сөз қалдырған деген өзіңсің Абай аға. Алтын терек арсыға құлашырған ардақты азамат, сен өлмейсің. Еліңнің жалғыз жан, ең соңғы ұлы ма, қызы ма, ең кейінгі нәсілі бірде-бір жан болса, соның да кеудесіне сенің атың бірге кетеді. Сенің тірлігін бірге жасайды, сенің нұрың бірге жарқырайды. Алдың жарқын, өзің солай сенімең. Ана жұртың сені өлді демейді. Жарық дүниеге жаңа келіп, шырылдап туғаныңда, осы жидебайда, осы шие қорықта сені бауырына басқан анаң бар еді. Ол жалғыз анаң сені ақ құшағы, адал мейіріммен бауырына басқан. Бүгінде сені одан да ұлы өлмес ана, ұмытылмас ұлым деп бауырына алады. Бұл өңірде өткендердің ішіне ол жалғыз болса, соның өзі сенсің, дейді Әйгерім сазы. Өзі де өшпес, тозбас сөздер Абайдың жас қабірінің жанында жиын жұртқа жар етілді.
орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Талғат Фатиласымын. Сіздерге қазір Абай Құнанбайұлының «Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да» атты өлеңін оқуға рұқсат етіңіздер. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса алмасанда, пайдашын біреу жолдас бүгін таңда, олдырмас бастан шыға қисайғанда, одан менің қай жерім аяулы деп бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі орлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзі қарлық, осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейір қағып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, шашы беріп күзатын міне алмай жүр, сабылдып күн дурлатып із жоғалтып ыза менен ыржиып жүре алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр, елі бұлақта күш айтқан қопта танған арсыз жұрттан көңілін тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанмай жүр, ел асыл деп надандар мұңаймай жүр, ала жылы ашпаған күпілдектер кісі екен деп олықтан ұялмай жүр. Здравствуйте, я Исина Юля, я учусь в детско-художественной школе ЖУТЫС, и сейчас я работаю над темой. Я выпускница, и за тему диплома я взяла именно Абая, потому что он более близок. Дело в том, что произведение Абая мы изучаем в школах с самого раннего детства, и его произведения не уникальны. Он был новатором, именно поэтому он считается как казахстанский Пушкин. И я решила нарисовать не только его, но и его первую любовь. Известно, что его три жены, но я решила набрать первую, потому что те чувства, которые обычно изложены в своих стихах, его стихи наполнены именно этой легкостью, свежестью, что я хочу показать своим людям. Саламатсыздар ма? Жалпы мен аты-жөнім Бақтияр Фадай және мен Жұлдыз мектебінің оқушысы болып келемін. Ал егер осы сюжет туралы айта кетсек, жалпы бұл Абайдың белгілі бір стильде берілген бейнесі болып келеді. Және де жалпы әрбір сюжетте біз ең бірінші назар аударатын нәрсе ол түс жиынтығы және де реңктер болып келеді. Сұлу реңктер, жалпы осы сюжет түс жиынтығы жағынан өте синхронды және де бір бағытта бағытталған және көзге жағымды болып келеді. Ал егер одан да қаттырақ назар аударса, онда жалпы Абайдың өзі ол жылу түстер, жылу реңктермен беріліп отырады, ал оның артқы фоны суық түстермен беріліп отырады. Жалпы егер айта кетсек. Ал стильге бағытталса, біз осы жерде оюларды көре аламыз және де тағы да басқа заттарды. Бұл суретте және де Абайдың үш бейнесін көруге болады. Яғни Абай күйші, яғни домбыраны шертетін, Абай жазушы, оның алдындағы қағаз және де қауырсынға назар аударса. Және де Абай традиционды, яғни ол ою өрнек, тақия және де киім үлгісі, соның барлығы ежелгі қазақтардан қалып жатқан ерекше бір зат. Суретке қарасақ шынында жұмбақ назар көбейтен мен түсінген жазған ойлар жүректен басқа бар деген мағынада айтылған сияқты. Басқа да ал жан-жағына әртүрлі түстер ол. Мына әлем әртүрлі болады деген мағынаны білдіре ме деп ойлаймын. Менің атым Рахимова Динара, мен 43-ші мектепте оқимын. 7-ші сыныпта оқимын. Мен бұл суреттен Абайдың туған өлкесі Семей өлкесінің Шыңғыстау жайлауының таза табиғатын көретемін. Бұл жерде Абайдың қарапайымдылығын және де таза табиғат
Өте яркий цветтер қолданған. Менің атым Мұхтарханова Дана. Мен 7-ші сыныптың 43-ші мектепте оқимын. Менің ойымша бұл суретте Шыңғыстау жайлауы, яғни Семей ауданы, Құнанбаевтың туған жері көріп тұрмыз. Бұл жерде біз тағы да петроглифтерді көре аламыз, яғни қазақтың тарихын көрсетеді. Бұл жерде особый қарапайым техникаларын көруге болады. Көптеген адамдарды көруге болады. Юрта, киіз үйлер, кішкентай артқы жағынан көрсетіліп тұрады. Тағы да мына жерде Абай Құнанбаевтың домбыра ұстап тұрғаны көрініп тұр. Бұл оның поэт болғаны туралы көрсетіліп тұрады. Бұл домбыра, яғни қазақтардың айтқанындай нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегені мүмкін болатын шығар. Бұл менің ойым. Менің атым Карина Айсен, Құмаш Нұрғалиева атындағы 43-ші мектеп лицейінің оқушысымын. Осы музейге көрме үшін Абайдың туындыларына, Абайдың ақындығына қызығып келдім. Және бұл челленджге қатысуға келдім. Мен бұл суретте Абайдың ұлы ақын болғанын көріп тұрмын. Себебі ол оның даналығы, бұл өте күрделі жұмыс, жаңағы Динара мен Дана айтып өткен суреттер сияқты. Бұл жерде ақынның өте даналығын көрсетеді, ал жаңағы жерде ақынның қарапайымдылығын көрсетеді. Добрый день, меня зовут Машкина Елена Юрьевна, я преподаватель детской школы искусств Желтейского художественного разделения. И мне просто очень приятно сейчас стоять рядом с этой работой Галины Каржасова про Абая, потому что я была лично свидетелем и видела, как работал Галин Каржасов в своей мастерской над этой работой. То есть очень приятно сейчас видеть работу в музее, в нашем музее искусств. Вообще стиль Галина Каржасова очень своеобразен, он где-то может быть похож на Густава Климта, все работы интересны у него. Сам Галин Каржасов очень интересный человек, жалко, конечно, что уже нет его в живых. Но впечатления, которые остались после посещения его мастерской, до сих пор в моей памяти. И мне очень приятно, правда, еще раз хочу повториться, что эта картина теперь